Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеода аскөк, петрушка және кинзадан қысқа сақталатын осындай капсулалар жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге аскөк қажет болады. Укроп менде 2 бума алдым. Петрушка 1 бума және де кинза 1 бума қажет болады. Біз аскөктерімізді салқын суымызға 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап шайып жуып алатын боламыз. Барлық аскөктерімізді осы ас содасында жуып алған соң, 2-3 қайтарадан таза суға алып, жақсылап шайып аламыз. 2-3 қайтарадан шаю міндетті. Жақсылап тазартып, жуып алған соң, біз аскөктерімізді кептіріп алатын боламыз. Жақсылап кептіріп алған дұрыс. Осылай мінекей жақсылап кептіріп алдық. Енді осы аскөктерімізді ұсақтап турайтын боламыз. Көлемі өз қалауларыңыз бойынша қатты майдалап турасаңыздар да болады, немесе кішкене ірі қылып турасаңыз да болады. Өз қалауларыңыз бойынша біз аскөктерімізді ұсақтап турап алатын боламыз. Мінекей осылай турап алдым. Және де ыдысымызға салып, осы аскөктеріміздің бәрін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Менде осындай кекстің формалары бар. Осы кез келген формаға салып, аскөктерімізді ішін толтырып салатын боламыз. Бұл формалар осылай капсула қылып қатырғанға өте ыңғайлы. Қыс айында кез келген тағамға бір капсуланы бір бөлек қылып алып салғанға өте ыңғайлы болады. Енді осы капсуладағы аскөктеріміздің үстіне мен сорпа құйып қатыратын боламын. Бұл менде сүйек сорпасы. Кез келген сорпаны құйып қатырсаңыздар да болады. Немесе егерде сорпа болмаса, үстінен жай суды құйып қатырсаңыздар да болады. Осылай мінекей барлық капсулаларымызға толтырып құйып шықтым. Және де морозильникке салып, осылай бір түн қалдырып қатырып алдым. Міне осылай қатып қалады, кекс сияқты болып. Өте ыңғайлы болады. Сорпамен, сумен, кез келген затпен қатырып алсаңыздар болады. Және де мен осындай зип пакеттеріне салып сақтайтын боламын. Морозильникке салып сақтай бересіздер. Астарың дәмді болсын, жасап көріңіздер.